Алдар көсе мен шық бермес Шығайбай. Ерте-ертеде ешкі құйрығы келтеде, Шығайбай деген бай болыпты. 4 түлігі сай болыпты. Шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен. Қондыра қалса, тамақ бермейді екен. Танда қатты, сараң, өзі тойса да көзі тоймайста адам екен. Үйіне келсе ол Шығай дейді екен. Осыдан жұрт оны Шығайбай деп атап кеткен екен. Қайтсем де Шығайбайдың үйінен дәм татамын деген талайлардың тауы шағылыпты. Алдардың алдамайтыны жоқ деген атақ осы кезде елден елге тарайды. Алдар қанша қу болса да, шық бермес Шығайбайды алдай алмас дейді екен жұрт. Бұл сөз Алдар көсеге де жетеді. Содан Алдар көсе шық бермес Шығайбайды мырза бай етпесем, Алдар атым құрысын деп Шығайбайдың елін іздеп сапарға шығады. Күн жүреді, түн жүреді. Ақырында елден іргесін аулақ салған, кең далада жалғыз тұратын Шығайбайдың үйіне келеді. Бұл не істеп отыр екен деп, атын алысқа тұсап, өзі білдірмей келіп, жабықтан шығаласа, Шығайбай қасы тіліп, бәйбішесі нан илеп, тоқалы бас үйтіп, қызы тырнаның жүнін жұлып отыр екен. Осыдан тартпасам, Алдар атым құрысын деп Алдар көсе жыңман етіп, кеш жарық деп кіріп келеді. Бұлар да тез екен. Алдар кеш дегенше қолындағыларды жасыра қойып, Шығайбай таспаны, беше ұршықты, қызы тігіліп жатқан көйлекті, тоқалы көсеуді алып отыра қалады. Түк білмегенсіп, қолдарындағы іспен болғанысып, жайбырақат отыра қалады. Алдар көсе амандасқансып, қол алысқансып, байға сөкене барып, төрге отырып алады. Әй, көсе екенсің, жұртты құртқан қумай екенсің, жүрісің жылман екен, бұрынды болған жұм мекенсің. Қу болсаң да, сұм болсаң да, менен дәм тата алмассың деді ішінен бай. Қайдан жүрген сұмсың? Қайда барасың? Не естіген білгенің бар дейді бай Алдарға. Алдар көтеріле түсіп, күлімдеп жүлдіре жөнеледі. Білгенім көп. Да келе жатып, мен сары жылан көрдім. Жуандығы тап өзінің астындағы қазыдай. Артық кем қылып асырмай, шын айтқанды жасырмай. Таспен ұрып жібердім, тоқалдың астындағы басындай. Бұл шетті үйленіп, бәйбішенің астындағы қамырдай. Өтірік болса сақалым жұлысын, қыздың астындағы тырнадай. Бәрінде осыны көріп келдім. Асыңды ашы дейді ұрланбай Алдар. Сол кезде бай: қазанды аша бер бәйбіше. Бәйбіше қазанға ас салып, піс қазаным 5 ай дейді. Отырамын 10 ай деп Алдар етігін шешіп тастайды да, кер талдының терісін керер жылы киемін деп төрге орнығып отырады. Қазан түнімен қайнайды, бірақ түсірінбейді. Алдар отыра береді. Мынау қашан жатады деп қасарсып байда жатады. Ақырында ұйқысы келіп шыдай алмай: әй кемпір, төсек сал дейді. Бәйбішесі төсек салады. Бәрі ұйықтаған кезде Алдар орнынан тұрып,
қазандағы етті сүзіп алады да орнына тулақты турап салып жатып қалады. Бір уақытта бай тұрып бәйбішесін оятады. Мына ит ұйықтады білем. Түсір асыңды тезірек. Уақытымен асымызды жегізбеді-ау, деп сыбыр етеді. Бәйбіше қараңғыда асты түсіреді. Бай пышақты қолға алып, жат жігітім жат, сазайың осы деп, аузына бір кесегін асап жіберсе, тісі өтпейді. Ары қидалайды, бері қидалайды, болмайды. Етіңе не болып кеткен-ей? Өңкей шандыр деп әйеліне ұрсады. Сосын шықпермес Шығабай аштан аш жатады. Қазандағы бар тамақты алдар алып кетеді. Осылайша алдар Шығайбайды алдап кетіпті. Ал достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.